әрқашан да қиын, бірақ сонымен қатар мен үшін үлкен бір мәртебе. Бүгін біз енді ғылыми қауымдастық үшін айрықша әрі мәні де бар, тағылымда маңызды шарада бас қосып отырмыз. Орта ғасырлық Иран археография және дереккөздер атты Ғалия Әмзеқызының монографиясын тұсаукесерінде барша Иран танушы ғалымдар, ғылыми қауымдастық бас қосып отырмыз. Енді бұл еңбек Ғалия Әмзеқызының екінші тұсаукесері. Осыдан аз ғана уақыт бұрын біз тағы да бір үлкен ғылыми еңбектің тұсаукесерінің куәсі болғанбыз. Енді араға көп уақыт салмай, екінші осындай үлкен іргелі еңбегінің тұсаукесеріне келіп отырмыз. Әрине де бұл отандық тарихтың, әсіресе шығыстану ғылымының саласындағы бір ірі ғылыми жетістік, әрі деректану бағытындағы тың ізденістердің жарқын көрінісі. Өзіміз де студент болдық, өзіміз іздендік. Сол кезде біз дәл осындай дереккөздерден тікелей аударылған, қазақ тілінде жазылған осындай бір ірі іргелі еңбектердің сол кездегі аздығын көрдік. Оны біз әртүрлі орыс ғалымдарынан, басқа да қосымша ақпараттардан алып отырдық. Дегенмен қазір қазақ тіліндегі іргелі деректану саласындағы еңбектердің болуы болашақ студенттер үшін, болашақ инантанушылар үшін үлкен бір мүмкіндік деп есептеймін. Жалпы бұл кітаппен толық таныспасам да, кітаптың монографияны жазу барысындағы Ғалия Әмзеқызының көз майын тауысып, қаншама әлемнің кітапханаларында сол дерек көздерді тауып, оларды бұл жақта енді кадиколог маманда болу керек, оның барлығын танып, аударып, мән мағынасын жеткізіп, үлкен бір монографияны жасау, бұл бір емес, екі емес, ұзақ жылдардың, ондаған жылдардың жетістігі деп білеміз. Енді бұл зерттеудің өзектілігі бұл өңірлік және жаһандық тарихи байланыстарды терең ашылуында. Бұл еңбек енді болашақ жас зерттеушілердің бір үлкен бір ғылыми негізін қалыптастырып, жаңа бағыттағы ізденістерге жол ашады деп кәміл сенеміз. Ғалия Әмзеқызы біздің ұстазымыз, артынан біз игеріп келеміз, ғылым мен білімді ұштастыра білген көрнекті тұлға деп танимыз. Ұстазы қызметімен қатар ғылыми еңбектерді өзара сабақтасып, және Клара апайымыз айтқандай отбасындағы өзінің өмірін сабақтастырып, жас ғалымдардың қалыптасуына үлкен зор үлесін қосып келеді. Осындай іргелі еңбектің дүниеге келуі ұзақ жылғы табанды еңбектің, ғылыми ізденістің және жоғары бір кәсіби жауапкершіліктің нәтижесі деп білеміз. Ғалия апай, құрметті Ғалия Әмзеқызы, сізді осындай елеулі ғылыми жетістігіңізбен шын жүректен құттықтаймын. Монографияңыз ғылыми ортада жоғары бағаланып, оқырмандары көп болсын, және де құнды еңбекке айналатынына біз кәміл сенеміз. Алдағы уақытқа өзіңізге және отбасыңызға амандық, ғылыми ізденістеріңізге шабыт, және де артынан ерген ирантанушы ғалымдардың ғылыми мектебін қалыптастыруыңызды шын жүректен тілейміз. Рахмет үлкен.